Қазағым, орнымызды білуші едік, өзімізбен өзіміз жүруші едік. Дәл мынадай шытырман соқтығысты тек шетелдік фильмнен көруші едік. Шерзат кетті соңынан шаңырағы. Отқа оранды, күл болды, қаңырады. Келе алмаған келісім кекке айналып, нұрғанат деп енделі аңырады. Шерзат үшін әже де жылап еді, келініне сабырлық сұрап еді. Бүгін өзі жоқтап жүр өз баласын, неткен ауыр сұрапыл сынақ еді. Аға көмектесші деп қансыраған, Шерзатына жүгірдәу қамсыз ағаң. Бірақ арсыз құзғындар одан сайын онсыз өлген баланы жаншылаған. Бар болғаны атана заң сұраған, иттік емес ақ адал ар сұраған, ал шакалдар бостандық керек болып, сот орнына қан менен жан сұраған. Жемтігіңді жедің бе, жиіркенбей, адал еместігіңе түйір сенбей, әділетсіз, хайырсыз, тіпті осы шакалда да жоқ шығар үйір сендей. Қаржаубай да елінің хәлін ұқты, адал жүзі азапқа малыныпты, шыр-шыр етіп шығып ет шара сұрап, қос қолына көк кісен салыныпты. Шенділердің құлқыны қарайыпты, өздері тас боданнан зор қайықты. Біздің елде бүгінде қай істеде зардап шегушілердің өз айыпты.